Сәлем достар, менің каналыма хош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шағын суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Алдыңғы видеоларымызда май басқан бауыр жайында айтқан болатынбыз. Бұл видеода бауырды үй жағдайында тазалау және қызметтерін қалпына келтіру жолдары туралы айтатын боламыз. Қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Организмнің дұрыс жұмыс істеуі үшін кез келген ағзаның алмастырғысыз рөлі бар. Алайда адамдар жүрек немесе өкпенің саулығының маңыздылығын есте ұстағанменен ас қорыту жүйесі ағзаларын жиі олай бермейді. Организмдегі маңызды ағзалардың бірі бауырдың саулығын қалай сақтау керектігі туралы алдағы минуттарда айтатын боламын. Бауырыңыз токсиндерден тазалауға мұқтаж ба? Бауырды организмге қауіпті заттарды залалсыздандыратын сүзгімен салыстыруға болады. Мысалы айта кететін болсақ, алкогольден, зат алмасу өнімдері, билирубиннен, аммиактан, дәрі-дәрмек тағамдардың қоспаларынан, химиялық қоспалардан және көптеген тағы басқа сол сияқты заттардан. Сау организмде бауыр үнемі әрі тиімді түрде тазаланып отырады. Бауыр өт бөліп шығарады. Өз кезегінде өт ас қорытуға қатысып, онымен бірге бауырдан қажетсіз заттарды шығарып отырады екен. Статистика бойынша бауырдан 1 минутта 1,5 литр қан өтеді. Қанның 70% ішек пен құрсақ қуысынан өтеді. Күн сайын 600 мг өт бөліп шығарылады екен. Токсиндер мен зат алмасу өнімдері жиналып қалған жағдайда бауыр жасушаларын тікелей немесе қабыну арқылы зақымдануы мүмкін. Жасушалардың қабынып зақымдалуы салдарынан ағзадағы фиброз аталатын дәнекер тін белсенді түрде көбейеді. Дәнекер тін бауырдың сау жасушаларын алмастырып, оның қызметін атқару қабілетін төмендетеді. Бұл жағдай асқынып кетсе, цирроз пайда болады. Дәл осы себепті бауырдың қабынуын тоқтатып, фиброздың дамуына жеткізбеу өте маңызды. Бауыр өте төзімді және пайда болған проблемаларға қарамастан ұзақ уақыт жұмыс істей алады екен. Бауыр өзіне түскен күшті еңсере алмағанда қандай белгілер пайда болуы мүмкін? Оң жақ қабырға астының ауруы. Бастапқыда көздің ағы сарғайып, артынша тері де сарғая бастайды. Зәрдің түсі қошқылданып, үлкен дәрет ашық түсті болады. Дене қышиды, адам ісінеді. Дененің жоғарғы бөлігінде қан тамырлары, жұлдызшалары пайда болады. Қансырау, шаршаңқылық, енжарлық, есте сақтау қабілетінің бұзылуы, қолдың дірілдеп, жазудың өзгеруі пайда болады. Аталған белгілер бауыр аурулары кезінде ғана кездеспейді екен. Нақты себебін анықтау үшін дәрігерге қаралған дұрыс. Алайда көбі ем-домсыз сауығып, бауырды өздігінен қалай тазалауға болатыны туралы білгісі келеді. Бауырды үй жағдайында тазалау мүмкін бе? Денсаулықты үй жағдайында қолдау әдістері туралы көп оқуға болады, алайда мұндай процедуралар мен дәрілердің көбінің тиімділігі мен қауіпсізділігі дәлелденбеген. Сонымен қатар олардың жанама әсері бар. Абайлаңыз, бауырды тазалауға арналған көптеген дәрі-дәрмектер өттің бөлінуін арттырып жақсартады. Ол өтте тас пайда болуына алып келуі немесе өттегі тасты өт жолдарынан ығыстыруы мүмкін. Кей жағдайларда тасты тек ота арқылы алып тастауға тура келеді. Келесі аталған жағдайлар кезінде бауырды тазалаудың қажеті жоқ. Оларға асқынған холецистит, панкреатит немесе гепатит. Созылмалы процестердің асқынуы, өт қабында тастың болуы, басқа да себептерге байланысты өт жүруінің бұзылуы. Жүктілікпен емізу кезінде бауырды тазалаудың қажеті жоқ екен. Организмде қандай проблемалар бар екенін сыртқы белгілерге қарап білу әрқашан мүмкін бола бермейді. Организміңізге зиян жасамау үшін терапевт немесе гастроэнтеролог дәрігермен кеңесіңіз. Дәрігер қажет болған жағдайда ОДЗ, рентген немесе 12 елі ішекті зондпен тексеру сияқты қосымша зерттеулерге жібереді. Процедураға дайындаламыз. Бауыр және өт шығару жолдарында ОДЗ және рентгенография процедураларын жасар алдында диета сақтау керек. Оның мақсаты ішекте газ пайда болуы салдарынан туындайтын кедергіні азайту. Процедурадан 3 күн бұрын мына өнімдерді тұтынбаған жөн. Сүт өнімдері бұршақ, үрме бұршақ және бұршақ тұқымдастары. Шырышты қабықты тітіргендіретін көкөністер, шомыр, шалғам, пияз, сарымсақ. Тәттілер мен газ сусындар. Жаңа піскен нан мен құрамында ашытқы бар өнімдерді тұтынуға болмайды. Сонымен қатар белсендірілген көмір дененің әр 10 келі салмағына 1 таблеткадан немесе басқа да энтеросорбенттер қабылдауға болады. Белсендірілген көмірдің пайдасы мен зияны туралы білгілеріңіз келсе, сілтемесін видеоның астында қалдыратын боламын. Процедура алдында аздаған мөлшерде су ішуге болады. Зерттеу аш қарынға жүргізіледі.
12 елі ішекті зондпен тексеру кезінде зерттеу үшін өт үлгісі алынады. Бұл процедура тек дәрігердің тағайындалуымен және бақылауымен жүргізіледі. 12 елі ішекті зондпен тексеру үшін арнайы диетаның қажеті жоқ. Бауырды қалай тазалап, қызметтерін қалпына келтіру керек? Бауыр ауруы кезінде туындайтын проблемалардың дені зақымдалған бауыр шығарып үлгере алмайтын зат алмасу өнімдеріне байланысты. Сондықтан адамдар бауырды үй жағдайында тазалаудың әдістерін іздейді, алайда оны тазалау оңай емес. Дәрілік заттар, үй жағдайында жасалатын процедуралар мен бауырды тазалауға арналған шөп тұнбаларының тиімділігі туралы нақты тұжырым жоқ. Бауырдың негізгі қызметтері оның жасушаларының, яғни гепатотиттердің жұмысымен байланысты. Олар дұрыс жұмыс істеу үшін жақсы жағдай жасалуы тиіс. Яғни үйлестірілген тағамға мән беріп, зақымдайтын себептерден арылып, ішімдіктен бас тарту қажет. Егер гепатит вирусы себепсіз болса, инфекционист дәрігердің қабылдауымен вируспен күресу керек. Егер бауыр өт тұрып қалғандықтан зақымдалса, дәрігер тағайындалған өт айдайтын препараттар мен процедуралар көмектеседі. Бауырды қалпына келтіруге арналған өсімдік негізіндегі препараттар мен шөптер. Шұбар алатікен ұрығының сығындысы, құрамында бірнеше белсенді зат бар. Олардың негізгісі силебинин. Бауыр жасушаларын улы заттардың енуден сақтайды, ақуыздың түзілуін ынталандырады екен. Жүгерінің аналық аузы, өт айдайтын және несеп айдайтын әсерге ие, құрамындағы К дәрумені әсерінен қанның ұюын жақсартады. Итмұрын, өттің түзілуін арттырады, өт жолдарының тонусын төмендетеді. Кәдімгі түйме шетен, өттің секрециясын арттырып, жабысқақтығын төмендетеді. Лямблияға қарсы әсер етеді. Бауырды тазалауға арналған халық еміне тоқтала кетсек. Лимон, бауырды тазалауға арналған кеңестерде зәйтүн майымен қатар жиі айтылады. Алайда лимон шырынның бауырға әсерінің дәлелі жеткілікті емес. Егеуқұйрықтарға жүргізілген тәжірибеде лимон сығындысының бауырдың улы заттардан зақымдануын оң әсерімен анықталған. Бұл лимон құрамындағы антиоксиданттардың әрекетімен түсіндірілген. Олардың арқасында липидтердің асқын тотығуы және бос радикалдардың әрекеті төмендейді. Өсімдік майлары, зәйтүн, майсана және тағы басқа. Өсімдік майларының құрамында пайдалы май қышқылдары мен фосфолипидтер бар. Олардың артықшылықтары да осы. Өттің бөлінуін ынталандыру үшін аздаған май жеткілікті. Бір уақытта 100 мг немесе одан да көп май ішу туралы кеңестер бар, алайда оның маңызы жоқ және организмге зиянын тигізуі мүмкін. Себебі организмге майды қорыту үшін мұншама көп мөлшерде өт бөліп шығара алмайды. Нәтижесінде организмге артық май түсіп, іш өтеді. Көкөніс шырындары, мысалы шомыр немесе шикі қызылшаның шырынын кейде өт айдайтын құралдар қатарына жатқызады. Бұл заттардың әсерінен аш ішектің шырышты қабатының тітіркенуіне негізделген. Алайда әсері майлардың әсеріне қарағанда төмен. Бұл әдісті гастрит, асқазан және ішек жарасы кезінде қолданбаған жөн. Бауырды қалпына келтіруге арналған диета. Диета сөзін естігенде бірден қатаң шектеулерді еске аламыз, алайда сау адам үшін бұл әдіс жарай бермейді. Бауырды қалпына келтіруге арналған ең жақсы әдіс ақуыз, майлар мен көмірсулардың үлесі есептелген түрлі тағамдарды жеу және құнарлылығын бағалау. Ақуыздар, майлар және көмірсулардың байланысы. Бауыр қажет болған жағдайда глюкозаны амин қышқылдар мен майларға айналдыра алады. Егер диетада май немесе қант тым көп және ақуыз аз болса, немесе керісінше болған жағдайда бұл бауыр жасушасына артық күш түсіреді. Норма кемінде 15% ақуыз, 30%-да аспайтын мөлшердегі май, 60%-ға дейінгі қуат күрделі көмірсулар арқылы түседі. Бөліп тамақтану, өттің түзілуі тоқтаусыз жүріп жатады, ал ол әдетте тамақтанған кезде бөлінеді. Сондықтан аш жүруге болмайды, тамақтану рационын 4-6 уақытқа бөлу керек. Майлардың құрамында өсімдік майлары, жаңғақтар көбірек болуы тиіс, ал жануар негізінде майды азайтқан жөн. Ащы, қақталған тағамдардың иісі өткір өнімдерге жеуге кеңес берілмейді, әсіресе бауыр, ұйқы безі, асқазан және ішек қабынуымен байланысты аурулар кезінде. Ішімдіктен мүлдем бас тартқан дұрыс. Бауырға байланысты проблемалар асқынған жағдайда тамақтану ережелер номер 5 немесе 5А диеталарына сәйкес анағұрлым қатаң болуы мүмкін. Ішімдіктен бас тарту, дұрыс тамақтану және денсаулығын күту бауырды қалпына келтірудің ең жақсы құралы бола алады және оның қызметін ұзақ сақтауға көмектеседі. Бауырды тазалауға көмектесетін көптеген әдіс тәсіл бар, алайда олардың қайсысы болмасын қолданбас бұрын дәрігермен кеңесу керегін естен шығармаңыз.
сонымен қатар мамандар қандай да бір препараттарды пайдалануға қатысты кеңестеріне құлақ асқан жөн. Жоғарыда айтылған ақпараттар сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жасай кетуді ұмытпаңыздар.